күнделіктерді де ағылшынша жазасыз ба деген сұрақ келді, және жауабы өте жиі ағылшынша жазам. Неге десеңіздер, ол қазір әдетке айналды. Мен Назарбаев университетін бітірдім, және нуда оқығанда өте көп assignment, үй жұмысын ағылшынша жазып үйрендік. Сол себепті өз ойымды да жеткізу ағылшынша әдетке айналды. Және бір қызық психологиялық эффект бар. Сен шет тілде өз ойыңды оңайырақ қысымсыз жеткізесің. Кейде әрине көңіл күйіме байланысты, кейде орысша жеткізгім келіп қалады, кейде қазақша да жазғым келеді. Мысалы, мен үшін қазақ тілі дін тілі. Мысалы, дінге қатысты, Алла тағалаға қатысты ойларымды әрқашанда қазақша жазам. Бірақ бүгін ағылшынша жазған кездерім де болды. Ағылшынша күнделік жүргізу бұдан бөлек өте жақсы тіл практикасы. You can keep your writing sharp. Осы жазу дағдыңызды үнемі жоғары деңгейде ұстай аласыз, егер ағылшынша күнделікті жүргізсеңіз. Көріңіз.